Жаңа банкнот. Ұлттық банк қазақстандарға ескерту жасады. Ұлттық банк жаңа дизайнда шыққан номиналы 5000 теңгелік банкноталарды 2023 жылы 25 желтоқсанда айналымға шығарды. Бұл сақ стилі жаңа сериясының алғашқы банкнотасы. Қазақстан ұлттық банкі шынайы банкноталарды жалған ақшадан өз бетінше ажыратуға көмектесетін қарапайым ережелер бар екенін еске салады. Және 2023 жылғы үлгіде шыққан жаңа дизайндағы 5000 теңгелік банкноталардың қорғаныш элементтерін ұсынады. Банкнотада рельефті қалыптастыратын алтын интаглио арнайы баспа тәсілі қолданылған. Қазақстан Республикасының елтаңбасы алтын металл бояудың жоғары бедерлі қабатымен басылған. Банкнотаның бет жағындағы шеттерінде шығыңқы, жоғары рельефті элементтер бар. Олар қолмен ұстағанда жақсы сезілетін, көру қабілеті нашар адамдарға арналған белгі. Банкнота бетінде үзік-үзік түрінде шығып тұрған екі түсті қорғаныш жіп те бар. Ол жарық түскенде біртұтас жіп ретінде анық көрінеді. Банкнотаның көлбеу бұрышы өзгерген кезде қызыл және көк түстердің өзара әрекеттесуінен динамикалық үзілу әсері пайда болады. Сонымен қатар банкнотаның бет жағында көлемді стильдендірілген бүркіт бейнесі түріндегі патч қорғаныш элементі орналасқан. Банкнотаны аударған кезде номиналдың цифрлық кескіннен ою өрнекке ауысу әсері және күн белгісі сәулелерінің жан жаққа шашыраған динамикалық әсері байқалады. Жеке көркемдік элементтер банкнотаға алтын түстес жылтырағы бар арнайы иридисцентті бояу қолданылып басылған. Локальды су белгісі қорғаныш элементі, электротип. Жарық түскенде номиналдың бейнесінен тұратын электротип белгісі анық көрінеді. Банкнотаның екінші бетінде бүркіт артефактының көлемді бейнесі түріндегі спарк элементі орналасқан. Банкнотаның көлбеу бұрышы өзгерген кезде спарк түсі алтыннан нефрит түсіне өзгереді. Мұндай тексеру тәсілдері бірнеше секунд уақытты алады және кез келген адамға банкнотаның түп нұсқалығын анықтауға көмектеседі.